Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алматыда ардагер әскери қызметкерлермен кездескен қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов аталған саладағы азаматтардың жалақысын қатысты жаңалықпен бөлісті. Кездесу барысында министр 2023 жылдан бастап ұшу құрамына лауазымдық жалақысы көтерілетінін атап өтті. Әскери медицина қызметкерлері менен әскери жоғары оқу орындарының азаматтық оқытушыларының ақшалай үлесін азаматтық белсенділігі мекемелердің жалақы деңгейінен дейін арттыру мүмкіндігі де қарастырылып жатқанын айтылды. 2023 жылдағың ішінде ИИМ ұлттық ұланы сияқты төтенше жағдайлар салдарынан жою кезінде әскери қызметшілердің 3 еселенген ақшалай қаражат мөлшерінде төлеуді арттыру көзделген. Қорғаныс ведомствосының басшысы 2024 жылдан бастап қатардағы жауынгерлер менен сержанттардың құрақтары лауазымдарының тарифтік санаттары және де әскери атадағы бойынша әскери қызметшілердің жалақыларын 30%-ға арттыру жоспарланғанын алға тартты делінген министр өкілдері. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де соңғы жаңалықтардан алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.